математика сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы белгісіз азайғышы бар теңдеу. Бұл сабақта сен теңдеудегі белгісіз азайғышты тауып үйренесің. Балалар, біз бүтін мен бөлік туралы өткен кезде бүтінді қалай табу керектігін білгенбіз. Сызбаға қарайық. Сызба екі бөлікке бөлінген. Бірінші бөлік пен екінші бөлік. Енді осы жердегі бүтінді табу үшін біз бірінші бөлік пен екінші бөлікті қосуымыз керек. Яғни бүтінде қанша болғанын білу үшін барлық бөліктерді қосу керек. Енді бізге мынандай теңдеу беріліпті. X азайту 3 тең 7 деген. Енді амал компоненттерін анықтап алайық. X азайғыш, 3 азайтқыш, 7 айырманың мәні. Бізде не белгісіз екен, балалар? Азайғыш белгісіз екен. Енді оны бүтін мен бөліктерге ажыратсақ, X бүтін болады. Ал 3 алынған бөлік пенен 7 қалған бөлік. Ғана еске түсіргенде айтқанбыз, бүтінді табу үшін барлық бөліктерді қосу керек. Яғни осы жердегі бізде X бүтіннің орнында тұр. Бүтінді табу үшін бізге бөліктерді қосуымыз керек. Яғни біз 3 пенен 7-ні қосуымыз керек X-ті табу үшін. Сонда бізде X 10-ға тең екен. Бүтініміз 10 болды, алынған бөлік 3, қалған бөлік 7 болды. Енді балалар, мына сурет бойынша теңдеу құрастырайық. Анарда бір қорап түсті қарындаш болған. Ол 4 қарындашты алғаннан кейін қорапта 6 қарындаш қалды. Анардың қорабында барлығы неше қарындаш болған? Енді осы бойынша теңдеу құрастырайық. Қораптағы қарындашты X деп белгілейік. Яғни бізде қандай теңдеу шықты, балалар? X азайту 4 тең 6 деген теңдеу шықты. Енді осы теңдеуді шығарайық. X азайту 4 тең 6. Бұл жерде бізде не белгісіз? Азайғыш белгісіз екен. Яғни бүтін белгісіз. Біз бағана айтқанбыз, бүтінді табу үшін бөліктерді қосу керек деп. Яғни X тең деймізде 6 мен 4-ті қосамыз. Сонда біздің бүтініміз, яғни X-іміз 10-ға тең болады екен. Енді тексерейік. Тексергенде берілгеніне қараймыз. Бізде бірінші X тұр. X-ің орнына X-тің мәнін жазамыз, яғни 10-ды жазамыз. 10 алу 4 тең 6-ға. 6 тең 6-ға. Яғни біздің теңдеуіміз дұрыс шығарылды. Жарайсыңдар, балалар. Енді оқулықтың 52-53 беттеріндегі тапсырмаларды орында. Ал жұмыс дәптеріміздің 48-49 беттеріндегі тапсырмаларды өз бетінше орында. Іске сәт, балалар.